Ерте заманда қазақ даласына бір орыстың мұжығы келген екен. Әлгі мұжықтың қолынан келмейтіні жоқ. Қыста шана жасайды, жазда арба жасайды. Кемдігі жоқ кен қазақ әлгі орысты өзінің арасына, қазақтың арасына сіңіп кеткен екен. Шиеттей бала шағасы бар екен, алдына 5-6 малын салып беріп, басына кигіз үйін салып беріп, әлгі орыс қазақтың арасына сіңіп кетті. Біраз жылдар өткеннен кейін патшаға қарсы келдім, қудаланып келдім деген орыс, патша ауысты, билік ауысты, еліме қайтайын деп, ел ақсақалдарынан рұқсат сұрап, содан еліне қайтыпты. Еліне барған кезде сөйтсе, сол кісі сол заманның тыңшысы, яғни шпион екен. Сонда биліктің алдына барған әлгі кісіге енді сұрақ жауап қойылады. Сол кезде айтқан екен: ал қазақтың әлсіз тұсын біліп кел деп, біз сені қазақ даласына жібердік. Қазақтың әлсіз тұсы қай жерде екен деп. Сол кезде айтқан екен: қазақ мықты. Еркегі мықты, 5-6 әйел алады, сол 5-6 әйелді бір ауылда ұстайды, бөлек-бөлек үй тігіп беріп. Қазақтың әйелі мықты, баласын толғағы келсе далада тезек теріп жүріп туып алады, және сол баланың кіндігін тісімен кесіп, етегіне орап, ары қарай кете береді. Қазақтың баласы мықты, анасының жатырынан атқып шығып, ердің қасына жармасады. 2-3 жасында садақ, қылыш ойнап, аттың жалында желмен жарысып жүреді деп. Сонда әлгі биліктің өкілдері: кәне сонда қазақтың әлсіз тұсын біліп кел десек, сен қазақ мықты деп отырсың, қазақтың әлсіз тұсы қайда деп. Сонда қазақтың әлсіз тұсы 300-ге бөлінетінінде де жауап берген екен. Бірақ сол халықтың өзі, қаншама халық қазақтың мықты жағын зерттейміз деп жүріп, қазақтың әлсіз тұсы 300-ге бөлінетінінде деп келді. Бірақ қазақтың ең мықты тұсы қан жағынан, тазалық жағынан, тектен келетін ақпарат жағынан, тарих жағынан, жазылмаған дала заңынан ең мықты қазақтың тұсы осы 300-ге бөлінетінінде екенін ұмытып кеткен сияқты, байқамай қалған сияқты. Біз жалпы өзара бір-бірімізбен қырылысып, бір-бірімізбен текетірес, бір-бірімізбен бақталастық тудырып, бір-бірімізді көре алмай қызғаныш болып жүрсе де, басқа біреулер бізге келіп тиісіп жатса, мына 5 саусақ бір жұдырықтай болып жұмылып қалатындығымыз осы 300-ге бөлінгендігіміздің арқасында шығар. Сондықтан бөлінгенді бөрі жейді дейді, бөлінбейік, қайта жүрсек те әрине руымызды, елімізді білгеніміз дұрыс, бірақ бірге отырғанда бөлінбеуді, ауызбіршілікпен жүруді Алла тағалам бізге ұзақ жылдар бойы нәсіп етсін.